Қайырлы күн, мен есімім Әлбек Талғатұлы болады. Мен физика пәнінің мұғалімімін. Үй жағдайында бүгін бірнеше зертханалық жұмыстар жасайтын боламыз. Бірінші зертханалық жұмыс бұл 7-ші сыныптарға арналады. Массалар центрін анықтау. Яғни біздер 7-ші сыныпта осы оқу жылында бастаған кезде массалар центрі тақырыбын қарастырған болатынбыз. Және де дұрыс денелі пішіндердің массалар центрін оңай анықтау жолы қарастырып өттік. Енді бүгінгі зертханалық жұмыста біз бұрыс дененің массалар центрін анықтайтын боламыз. Біздер дұрыс денені анықтаған уақытта, мысалға сызғышты, біз оның тепе-теңдік күйін келтіріп отырдық. Қазір міне тепе-теңдік күйінде келіп тұрған жоқ. Бұл 30 сантиметрлік сызғыш болатын болса, бұның тепе-теңдік күйі, яғни шамамен біз 15 сантиметрді келтіріп, оны тепе-теңдік күйіне келтіре аламыз. Ал егер де бұл дене бұрыс болатын болса, оны қалай зерттейміз? Бізге ол үшін картон қағаз, яғни міне пішіні бұрыс емес, мен деген қалың дәптерден қиып алып отырмын. Сызғыш қажет, қалам қажет, және де ине, жібімен, сосын мен астына ауру жүк пайдаланып отырмын. Бұл денелердің массалар центрін анықтау үшін біздер бір шетін инемен тесіп алайық, және де ол деген инеміз бізден еркін кіріп шығып тұру қажет. Және де біз бұны еркіндікке жібереміз. Жіберген уақытта ауырлық күші жіп арқылы төменге қарай әрдайым 90 градуста тартатынын білесіздер. Осымен мен деген қаламен бекітіп, бірнеше жерден белгілеп аламын. Қазір мен белгілеп, сызғышпен дәл осы жерді сызып аламын. Инемді жауып тастаймын, өйткені келесі жағына қарай келтіріп бекітеміз. Келесі мен бұған қарсы жасаймын. Тағы да мені еркін жібердім. Тыныштық күйіне келгесін. Мен шамамен осы жерді белгілеп алдым. Бұл нүктеде қосайын. Егер дәл шығу үшін мен тағы да бір үшінші жерден сызып өтейін. Үшінші жерден мен шамамен инемен мына жерден бекітіп алып жатырмын. Бұл қалай болар екен? Көріп тұрғандарыңыздай, бұл үшеуі де бір нүктеде мені қиылысып тұр. Осы нүктені үш кесіндінің біріккен жерін қазір бекітіп аламын. Міне мен үш нүктен бекітілген жері, осыны мен кеңістіктен кесіп аламын, және де ол тепе-теңдік күйін сақтай аламын, сақтай алмаймын, осыны дәлелдейтін боламыз. Міне мен ортасын қаламмен келтіріп тестім. Енді бізде ол тепе-теңдік күйін сақтай аламын, алмаймын. Міне қараңыздар, ол тепе-теңдік күйін сақтап тұр. Ал егерде мен оны басқа жерден кесіп бекітетін болсам, міне қараңыздар, ол тепе-теңдік күйін сақтай алмайды. Қала мына жерде еркін тұр. Рахмет.